биологиялық және органикалық заттардан құралған. Олар сүйектер және де иілгіш болып, және тағы да басқа қызметтер атқарады. Үшінші топқа сұрақ. Сүйектердің байланысы нешеге бөлінеді? Айта ғой. Ақпараттық қызметтердің балансы сүйектер үш топқа бөлінеді: қозғалмалы, қозғалмайтын, жартылай қозғалмалы. Енді үш топқа бірдей сұрақ, қайсысы жауап береді екен? Қол сүйектеріне жататын сүйектерді атап беріңдер. Есік, алақан, саусақ сүйектері. Жарайсың. Отырады. Ал бүгінгі өтетін тақырыбымыз жаңа айтқандай буынның құрылысы мен қызметі деген тақырып. Қазір мен сендерге видеоролик қосып беремін. Соны мұқият тыңдайсыңдар. Сосын қолдарыңа үш топқа плакат беріп сұрақ қоямын. Сол сұраққа плакат арқылы қорып. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Биология сабағына буынның құрылысы мен қызметі тақырыбын өтетін боламыз. Өткен сабақта біз буынның міндетті элементтеріне тоқталған болатынбыз. Буын беті, буын қабы, буын ішілік байламдар, буын сұйықтығы. Бүгін сабақ барысында буынның қосымша элементтеріне тоқталамыз. Олар шеміршек дискілер мен шеміршек астары. Олар сүйектің буынды беттері арасында орналасқан. Солар арқылы мұндай буындар қозғалыстардың алуан түрін орындай алады. Келесі бізде ұсақ буын сүйектері. Кейде буын қабы астында, кейде одан тыс және бұлшық байламдары арасында орналасады. Буындарды біз сүйек саны, буын бетінің пішімі бойынша және ос саны бойынша жіктейміз. Сүйек саны бойынша жай және күрделі болып бөлінеді. Жай 2 сүйектен, ал күрделі 3 не одан да көп сүйектерден тұрады. Буын бетінің пішімі бойынша эллипс тәрізді, жайпақ, ершік тәрізді, шар тәрізді, тоқсалы және цилиндрлі буын болып бөлінеді. Ос саны бойынша 1 осты, 2 осты және 3 осты болады. 1 осты дегеніміз, яғни онымен тек бір жазықтықта ғана қозғалыс жасай аламыз. Ал 2 осты буында қарама-қарсы 2 бағыттағы, бірақ бір жазықтықтағы қозғалысты қамтамасыз етеді. Ал 3 осты буын, яғни олар қозғалмалы буындар болып саналады. Олар қозғалыстың 3 бағытта жүзеге асырылады. Бүгін жазу, ішке және сыртқа қарай айналдыру, түсіру, көтеру секілді. Енді біз буындардың түрлері 3D форматындағы бейне көріністі көрейік. Буындардың түрлерімен таныстық. Олар цилиндрлі буын,
пішінді буын, жалпақ буын, ертоқым пішінді буын, егіз пішінді буын және топсалы буын. Енді осыларды кесте бойынша, мына кесте бойынша жіктеп көрейік. Сүйек саны буын бетінің пішіні және ос саны бойынша. Бізде бірінші шар пішінді буын. Ол жамбас және ортаншілік арасындағы буын. Ол сүйек саны бойынша жай, ал ос саны бойынша 3 осты болып келеді. Келесі бізде эллипс пішінді буын. Ол алақан және саусақ сүйегінің арасындағы буын. Сүйек саны бойынша жай, ос саны бойынша бір осты. Келесі цилиндр. Енді оқушылар, оқу тапсырмасын орындаймыз. Буындардың енді қазір сендерге осы буындар туралы оларға плакаттарды берем, сұрақтар берем, сол сұрақтарға өздерін мысалдар келтіріп тақтаға шығып жауап бересіздер. Бірінші топқа буындарға жалпы сипаттама бересіңдер. Соны жазып, мына жерге мысалдар келтіріп қорғайсыздар. Ал екінші топ сіздер қақпағын қызметін сипаттайсыңдар. Мына жерге жазасыңдар, сіздер қақпағын. Ал сендер жартылаймын деген не дейді, соны жартылаймын. Сипаттап жазып, тоқаттайсыңдар. Кім бірінші өтсе, ол шапалақтау арқылы белгі береміз. Бастаңдар. 5 минут уақыт. Дайын болған болсаңдар белгі береміз. Қай топ дайын? Қай топ дайын болса, шапалақ соғу арқылы белгі береміз. Бәрі бірге дайын болма. Шыға ғой. Шемшек тістері мен шемшек астарлар сүйектердің буын қалың арасында орналасады. Сондай арқылы буындар алуан түрде орындалады. Буындардың ең ұсақ сүйектер біздің қазір қорғайтын плакатымыз буындар мен буындардың қызметі және олардың сипаттамалары. Буын шемшек дискілері және шемшек астары болып екіге бөлінеді. Мұндай буындар бүгінгі біздің қорғайтын плакатымыз буындар мен олардың қызметі және олардың сипаттамалары. Олар сүйектердің буынды беттері арасында орналасады. Буын шемшек дискілер және шемшек астары
буындардан екіге бөлінетінін біз білдік. Енді буындар жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Жай буын тек екі сүйектен тұрады. Оған иық буыны жатады. Және тек күрделі буындар мен және олар өте көп сүйектен тұрады. Екі немесе одан да үш көп. Олар жақ сүйекті жатқызсақ болады. Мен қарапайым буындар просто буын болады. Ол буынмен тек бір жаққа ғана бұрылып аламыз. Әдетте оны цилиндр буынына ұқсатамыз. Мысалы, саусақ сүйектері байланысты жоғары буын, ең жоғары буын. Екі осьті буын қарама-қарсы екі бағытта болады. Үш осьті буындар ең қозғалмалы болады. Олар қозғалысты үш бағытта жүзеге асады. Бүгу және сыртқа қарай, ішке қарай бүгу. Тағы басқалары болады. Енді біздің келесі кезегіміз жартылай буын. Жартылай буын деп арақашықтағы саңырауы бар шеміршектерді байланыстарын айтамыз. Олар бір кезде буын қабы түзелмейді. Ендігі біздің кезекте мына жерде біздің суретіміз бұл білезік баландары, қолдың білезік баландары деп аталады. Бұнда білезік баландары және алақан бөлімінің баландары бар. Жарайсыңдар. Барлық мүшесі сөйледі, жарайсыңдар. Қайсы тоқтайды, шапалақ? Бізге берілген сұрақ тізе қақпағының қызметін сипаттаңдар. Тізе қақпағы қандай? Буындар жақын орналасқан ұсақ буын сүйектері, олар кейде буын қабығының астында, кейде онан бұлшығы байламдары арасында орналасады. Мысалы, тізе буыны мен бұлшықет арасындағы сіңір беттерімен байланысып тұрады. Аяқ сүйектері жамбас белдеу және аяқтың екі қозғалатын сүйектерінен тұрады. Адамның ең маңызды ағзаларынан келетін ол аяқта ортан жілік, тізе қақпағы, асық жілік, кейін саусақтар, табан солар жатады. Солар кіреді. Біз осы берілген тақырып бойынша тізенің қаңқасын суретін салып, тізе қақпағын көрсеттік. Жарайсыңдар. Жартылай буын туралы анық берілгеннен қалай? Жартылай буын дегеніміз аралығында саңылауы бар шеміршекті байланысты айтады. Яғни бұл кезде буын қабы мүлдем түзілмейді. Жартылай буын қозғалмалы және жартылай қозғалмалы байланысу арасында өтпелі форма болып табылады. Өзі біздің денеміздегі мүшелеріміз жартылай қозғалмалы және тез қозғалатындар болып үшке бөлінеді. Бұл жартылай буын біздің жартылай қозғалмалы аз қозғалатын буынға жатады. Жартылай буынға оларға бас тегі, омыртқа, лотасы және денеміздегі жартылай қозғалатын мүшелер жатады. Кеуде қуысы да жатады. Жартылай буындар аралығына саңылауы жартылай буындар айтады. Қазір мен сендерге өз-өздеріңді бағалау туралы рефлексия беремін. Осы кері байланыс арқылы не өте жақсы түсіндік десек, жасыл түске бояймыз кеменің
Birinchi to'pni ikkiga bo'lib olib, juftlik жұмыс жүргіземіз. Жоқ, ол үш неден тұрады? Қай топтың жұбы дайын болса, қол көтеріп, сұраққа жауап береміз, я? Мен қазір сендер бірінші сұраққа жауап беретіндер. Сен осы топ бірінші сұрақтарды айтам, қайтып алғаш. Кім дайын? Айзат, буынның қосымша элементтеріне не жатады? Қосымша элементтеріне шемішек дискілер мен шемішек астары және ұсақ бөлшектер. Жарайсың. Ал сендерге сұрақ. Сүйек саны бойынша буындар қалай бөлінеді? және күрделі. Неге буындар эллипс тәрізді жайпақ, гершік тәрізді, шар тәрізді болып ажыратылады? пішініне қарай ажыратылады. Пішініне қарай ажыратылады екен. Сендерге екінші топтың сұрағы. Қозғалыс жасауға болатын өз саны бойынша қаншаға жіктеледі? 3 өз санына жіктеледі. Мына топқа берілген екінші топ деп бастан. Адам тек бір жазықта қозғалыс жасай алатын буын қалай аталады? 3 екі осты ең қозғалмалы буындар деп аталады. Жарайсың. Ең қозғалмалы үшінші топ. Ең қозғалмалы буындар болып саналатын буын түрі қайсы? Айтамын. Шөз буын болып саналады. Жарайсың. Кәрі жілік, білезік асты, жақ сүйектері, тізе буындары қандай болады, досқа? Екі үсті болады. Екі үсті болады екі. Енді ең соңғы сұрақтарымыз қалды. Үш топқа да бірдей. Кім бірінші жауап береді? Аралығында саңылау бар. Шеміршекті байланысты қалай атаймыз? Жарайсың. Енді жаңа мен берген кері байланысты бояп маған қайтадан беріңдер, сосын үйге тапсырма осы буындар туралы реферат жазып беріңіз.